Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге небәрі 5 минутта дайын болатын дәмді пиццаның рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Жұмыртқаға сүт, шым тұз салып араластырамыз. Менде осындай батоннан осы нанды жұмыртқалы массамызға аунатып, қысып тұрған табамызға сұйық май құйып, онан соң осы нандарды жайғастырып шығамыз. Қалған жұмыртқалы массамызды нанның бетіне құйып, баяу отта шамамен 2-3 минуттай ұстаймыз. Бірінші беті толықтай піскеннен кейін, екінші бетіне аударып, кетчуп сеуіп, колбаса, қызанақ, онан соң соңынан үкіштен өткізілген сырды сеуіп шығамыз. Бетін жауып, шамамен 2-3 минутқа қалдырамыз. Біздің пиццамыз дайын. Сіздермен бірге болған Балзия ас болсын.